бақыт жайлы менің мынау білгенім. Бақыт деген бірде шаттық, бірде мұң. Оны өзге әртіспен шатастыру мүмкін емес. Дауыс тембрі, ерекше киім мен шаш үлгісі қаншама жылдардан бері ел аузында. Таңдандырудан шаршамайтын Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері әнші Айжан Нұрмағамбетова өзінің мектеп қабырғасындағы бала махаббатын еске алды. Мен жаңадан бір мектепке келдім. Сонда келсем, бір сұлу жігіт ем. Сонда қыздардан сұрайын қойып, налғым десем, ең сұлу жігіт. Мектепте 8 класста, 8 сыныпта мектептің комсоргі болған. Сол жігітке мен бүйтіп қарап жүргенде, сонда айттым ғой, бір сұхбаттарда айттым, КВН болды бізде, класстардың арасында. Сонда кім ән айтады дегенде, ол сол жігіттің оқитын сыныбынан бір жігіт шығып ән айтты. Сонда біздің сыныпқа келіп айтады, кім ән айтады деген, сонда мен айтам деп Санта-Лючия ән айтқан. Соны мен әдейі айттым, сол жігітке ұнау үшін. Тіпті үй тапсырмасына берілген тақпақтың өзін сол жігітке арнап оқығандай болатын едім деп бір күліп алды. Татьянаның Онегинға жазған хаты. Сонда мұғалім Нұрмағамбетова тұр оқы деді. Қып-қызыл болып кластың алдында сол ана Татьянаның хатын оқығанда бүкіл кластың жігіттері, бәрі қыздары ана жігітке қарайды, маған қарайды. Жігітке қарайды, маған қарайды. Жігіттен қып-қызыл болып отыр, е. Мен қып-қызыл болып әйнекке бүйтіп көзімді әйнекте бүйтіп оқып жатырмын. Сонда мен сол хатты, Татьянаның хатын оқығанда, мен сол жігітке айтқандай болдым. Жас кезінен жігіттердің жүрегін жаулап ерекшелігімен көзге түсетін Айжан ханым кезінде сезімдерін білдірген жігіттердің ешбірінде ұмытпапты. Білмеймін, жас кезімнен бірінші күн танысып, екінші күн маған тұрмысқа шық деп сөйтіп айтып жүретін жігіттер көп болды. Бәрі ғашықпыз деп сөйтіп айтты. Тастап кеткенде болмайды деп, шықпаймын, болмаймын, келмеймін деп сөйтіп жүргенде өлеміз, таламыз деп сөйтіп жүрген. Бәрі жігіттер аман сау, ешкім өлген жоқ. Ал әншінің ата-анасы үшін нағыз таңданыс Айжан ханым жарымен небәрі 3 ай достасып, отбасын құрғандығы болыпты. Сүйікті жарының нағыз ер азаматқа тән қасиеті бірден баурап алған екен. Бір көріп ғашық болу дегенді жарымды көргенде жүрегімнің түбінде пайда болған махаббатымды айтар едім деп қосты. Бүгінде үлгілі отбасы болып бірге қартаюда. Дегенмен Айжан ханым уақыт өте махаббаттарыңыз өшкен жоқ па деген сауалымызға мысалмен жауап берді. Бір 80-нен асқан әйелді кинозвезда сұрапты. Осы махаббат деген неше жаста қызық болмайды дегенде, немене деп 80-нен асқан. Мен үлкендерді сұраңызшы деп сөйтіп айтты. Солай мінекей, махаббат деген ол әртүрлі болады ғой, әрине. Бірақ махаббат сыйластыққа да келеді. Білмеймін. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері әнші Айжан Нұрмағамбетова мен сұхбаттасқан қазына Әбдіғаппар Елнұр Хасиман, Жаңа күн.